класстың мұғалімі сен бе? Ава, мен? Мен Азаттың әкесі боламын. Сен неге менің баламды ұрасың? Мұғалімдер оқушыны ұрсын деп қай жерде жазып қойды? Өзіңізді басып алың. Неге өзімізді басып алады екенбіз? Сен туып қойыпсың ба баланы? Сенің менен басқа жерде сөйлесемен. Қалеген жеріңізге барың. Еле зорман. Ешкімнен қорықпайман де? Мен ешкімнен қорықпайман демедім. Не демекшісің? Сендейлер өзі дипломды ақшаға сатып алып, мұғалімшілік қылып жүрсіздер. Аузыңызға қарап сөйлен. Балаңыздың не істеп жүргенін білесіз бе өзі? Не істепті баламыз? Не қылыпты? Айтпады ма? Баста ортпаш. Сен мен кім екенімді білесең бе? Сенің іс қылғаның үшін түбінде қаматпастан қоймаймын. Кім екеніңізді білмедім де, бірақ өзіңіз ұялып қалмаң. Неден ұялады екенбіз? Отырың, мен әмесін түсіндіріп берейін. Келің. Отырсақ және баста ортасаң. Оннанша сен менен тиесілі жерде сөйлесеміз. Балаңыздың не істеп жүргенін білесіз бе өзі? Қасындағы классластарында жолдан ұрып жүріпті. Қане отыр? Ал, не қылыпты баламыз? Балаңызға телефон алып берген күннен баслап бақылап жүрмен. Ол қаттыға өзгерді. Алдын дым жақсы еді. Сабақлардың әмесінен актив қатынасып, тәдбірлердің біреуінде қалдырмайтұғын еді. Енді болса, артқы партаға шығып алып, телефонда бір нәрселерді көріп, қасына классластарын жинап, күліп отырады. Бүгін міне коридорда. Тағы телефон шұқлап, бір нәрселерді көріп тұрыпты. Менің барып қалғанымды сезбей қалды. Жақынлап қарасам, бейхая нәрселерді көріп тұрыпты. Ашуым келіп, телефонды қолынан жұлып алдым. Жібер. Міне, іші толы бейхая нәрселер. Көрің. Телефон тек менің баламда бар ма? Қазіргі заманда әмеде телефон бар ғой. Сіздер өздеріңіз жақсылап оқыта алмайсыздар. Өздеріңіздің айыбыңызды жасыру үшін бала оқи алмайды деп жала жауасыздар. Жүр кеттік.